Сәлеметсіздер ме, құрметті 11-ші сынып оқушылары, қалыңыз қалай? Бүгін біз құқық негіздері пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар. Бұл бізде екінші 90-ның бірінші БЖБ-сы. Жалпы құқық негіздері пәні бойынша БЖБ-лар көбінесе 1.90-да бір рет қана болады. Бұл жерде жалпы бөлім берілген екінші 90-ның БЖБ-сында жария құқық бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Жалпы бұл бөлім сіздерге берілген. Көбінесе 10-11-ші сыныптарға құқық негіздері пәні осы БЖБ-лар аптасына бір рет қана 90-на бір рет болады осы БЖБ. Кейбір жағдайларда 2 рет болып жатады. Олай болса, оқушылар тапсырмамызды бастайық. Бізде бірінші тапсырма азаматтық ұғымның элементтеріне түсіндірме жазыңыз деген. Азаматтық ұғым заң бойынша 3 элементтен тұрады. Бірінші ол адамның мемлекетпен тұрақты байланысы. Екінші ол адамның мемлекетпен байланысы саяси құқықтық сипаттама болады. Үшінші ол мемлекет пен азаматтың арасында өзара құқық пен міндеттер белгіленеді. Сапарғалиев Қазақстан Республикасының конституциялық құқы деп бізге берілген екен. Енді төмендегі тапсырманы орындауымыз керек. Бірінші, адамның мемлекетпен тұрақты байланысы бұл адамның белгілі бір мемлекеттің азаматтығында болуы, ол адамның туған кезінен бастап немесе кейін азаматтық алу арқылы жүзеге асады. Бұл байланыс үздіксіз және тұрақты болып саналады. Екінші, адам мен мемлекет арасындағы байланыс саяси құқықтық сипаттама болады. Яғни азамат мемлекеттің саяси өміріне қатысуға құқылы. Мысалы, сайлауға қатысу, ал мемлекет азаматтың құқықтарының заң жүзінде қорғайды. Үшінші, мемлекет пен азаматтың арасында өзара құқықтар мен міндеттер белгіленеді. Азамат мемлекеттің заңдарын сақтау, салық төлеу, отанды қорғау сияқты міндеттерді орындайды, ал мемлекет азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етеді. Келесі екінші тапсырманы орындайық. Құқықтық жағдаятпен танысып, құқық бұзушылық жасаған тұлғаның әрекетін саралаңыз деп бізге берілген. Азаматты бұрын 1 жыл ішінде 2 рет қоғамдық орынға адамның қадір қасиетіне әрі қоғамдық имандылыққа нұқсан келтіретіндей мас күйінде келгені үшін әкімшілік жазаға тартылды. Осыған қарамастан ол 2018 жылдың 5 қаңтарында сағат 3:10 кеткенде 15:10 шамасында ауыл көшесінің бойында, яғни қоғамдық орында адамның қадір қасиетіне және қоғамдық имандылықты қорлайтындай масан күйде жүрген. Бірінші, құқыққа қайшылық азаматты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 440 бап 3 бөлігін бұзған, яғни қоғамдық орында мас күйінде қайталап келуі. Екінші, бұл бізде кінәлік, бұрында дәл сондай құқық бұзушылық жасаған, яғни өз әрекетінің заңсыз екенін біліп, саналы түрде қайталаған. Үшінші, қоғамға зияндылық, қоғамдық тәртіп пен адамның қадір қасиетіне нұқсан келтірген, қоғамдық ортада жайсыздық туғызған. Екінші тапсырманың бірінші тапсырмасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес қандай норма бұзылды деп бізге берілген екен. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде 440 бап 3 бөлігі. Келесі, қандай жаза тағайындалуы мүмкін деп бізге берілген. 10 АЕК көлемінде айыппұл немесе 5 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алу. Келесі бізде үшінші тапсырма құқықтық жағдаятпен танысып, жасалған қылмысты саралаңыз деп бізге берілген.
15-02-2018 жылы сағат 12:15 шамасында Т аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері өз қызметтерін атқарып жүріп, А ауылында орналасқан тас жолының жиегінде аның алкогольдік масаң күйде тұрғанын анықтап, полиция пунктіне жеткізіп, жеке басын анықтау барысында ол полиция қызметкеріне қарсы балағат сөздер айтып, ар-намысына тиіп, билік өкілін өз қызметтік міндеттерін атқару кезінде қорлаған. Қылмыстық теріс қылық Қазақстан Республикасының 10-шы бап деген полиция қызметкерінің қызметін атқару кезінде балағаттап ар-намысына тию. Қазақстан Республикасының 378 бап бірінші бөлігінде билік өкілін қорлау. Жаза тағайындауы Қазақстан Республикасының 52-ші, 54-ші баптары 80 аек айыппұл, не сол мөлшерде түзету жұмыстары, не 20 тәулікке дейін әкімшілік қамақ. 52-ші, 54-ші баптары. Мәжбүрлі төлем Қазақстан Республикасының 98-ші бап 5 аек. 98-ші және 2-ші бап жәбірленушілерге өтемақы төлем қоры үшін. Қазақстан Республикасының бабы ерекше бөлім Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 378 бап бірінші бөлігі. Осымен оқушылар, біз тоқтай тапсырманың барлығын түгелдерлік орындаған болатынбыз. Біз әрине дескрипторлық бағалау жүйесімен бағаланамыз. Бізде толық балл 12 балл. Осы 12 балдың толықтай 12 балын жинап өткен болатынбыз оқушылар. Енді оқушылар осы еңбегімді бағалап, арнама тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.